Баршаңызға сәлем достар. Менің жуынатын бөлмеге арнап алған заттарыма бүгін обзор. Дәл осы ящик дейді ғой. Бұл бумага салғанға арналған ыдыс. Осындай мына жерге тартып ала бересіздер. Мына жерде 3 орын бар екен. Біреу, екеу, мына жерде де 3 орын. Дальше осындай тартпасы бар. Осы жерге өздеріңіздің керек заттарыңызды салып қойсаңыздар болады. Бұл бумага салғанға арналған осындай ыдыс. Келесі кезекте осындай кнопкамен ашылатын мусор салғанға арналған ыдыс. Ішіне пленка салып қойсаңыздар болады. Ваннаға арналған осындай 2 стойка. Мына жерге шампунь, болмаса басқа жуынатын нәрселеріңізді қойсаңыздар болады. Ана жерге мочалка, тағы да басқа. Өте керемет жинақы болып тұрады. Мынау алдында мен алғанмын Pinduoduo сайтынан. Бас жуғанға арналған осындай мочалка. Шаштарыңызды қолмен тығып жуғанша осы удобно. Мен қазір осыны қолданамын, өте ыңғайлы. Бальзаммен жуғанда шаштарыңызды кәдімгідей тарап береді. Қолданып жатқаныма уже 5-6 айдың көлемі болды. Pinduoduo сайтынан осындай шағын ғана штатив алған болатынмын, үстелге қоятын. Қарап тұрсаңыздар, мен қазір қолыма алып түсіріп тұрмын телефонды. Маған осы штатив өте қатты ұнады. Себебі қандай да бір инстаграмға рeel салатын кезде де, пирог пісіретін кезде де дәл осы штативті үстелге қойып қоятын болады. Мына жерінде мини лампа. Мынау негізі зарядкамен жүреді, USB-мен. Қарап тұрсаңыздар, зарядкасы өліп қалған жағдайда мына жерге зарядтап алсаңыздар болады. Мына жерге телефон қоясыздар. Осылай ашылады, бұрылады былай. Мынау да 1 метрден аса созылады. Бұның бағасы арзымайтын теңге. Сізге алуға советую, өте қатты ұнады маған. Осындай аптечка алған болатын Pinduoduo сайтынан. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде өздеріңізбен алып жүретін осындай кішкентай ғана таблетка салғанға арналған ыдыс. Маған қазірше керек емес. Осылай ұстайтыны бар. Как ұстап кете бересіздер любой жерге. Мен осыны алмай тұрып, заттарым аяқ киімнің қорабында тұратын болатын. Мына өте жинақы, ыңғайлы, қайда барсаң да осылай алып жүре бересің. Машинаға да ыңғайлы, кішкентай шағын ғана. Қарап тұрсаңыздар, екі осындай қолының размеріндей. Осылай ашасыздар. Мына жерде көрсетемін. Астына осында мынаның барлығы балалар қолданатын дәрілер, зеленка, ибуфен, тағы да басқа заттар. Мен қай жерге барсам да осы аптечканы алып жүремін, машинаға салып. Себебі балам ауырып қалғанда аптека іздеп араламайтындай. Ішінде керек дәрілердің барлығы бар. Әрине бұл дәрілерді құдай керек қылмасын, все равно керек та негізі аптечка. Коробкамен жүргенше осы ыңғайлы алуға кеңес беремін. Өзіме қатты ұнады. Жолға шыққанда да алып жүре бересіздер. Осы мен көрсеткен заттың барлығын описание бөліміне сілтемелерін қалдырып өтемін. Бұның барлығы Pinduoduo сайтынан алғанмын. Pinduoduo аман болсын. Қытайда біз ойламаған нәрселер шығарылып жатыр қазіргі таңда. Яғни выбор көп. Қазір мен базарға бармаймын. Үйде отырып онлайн магазин болды Pinduoduo сайты. Керек затымды іздеп, көріп тауып аламын. Назарларыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта осы Қытай сайттарының көптеген қыр-сырларымен, распаковкалармен бөлісетін боламын.